Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз жақсы ма, денсаулықтарыңыз қалай? Ауыл аймақ ботатайлық аман ба, жұма қабыл болсын. Кеше сөйлейін дегем, осы бүгінгі жұмада ел жайлы, жер жайлы, елдің тәуелсіздігі жайлы уағыз айтса екен деп ше. Мен жұмаға бардым, бірақ соңында бір қалым дәрет алып жатқаныңызды білмеймін, не айтқанын естімедім. Сөйтіп оқып шығып кеттік. Енді келесі апта айтам екен десем, келесі апта өзі 23-24-нен кейін болып кетеді екен. 25 болады ғой, қателеспесем. 26-сы ма. Енді неше түрлі әңгімелер шығып жатыр енді. Енді білмеймін, қайсысы өтірік, қайсысы шын. Тәуелсіздік жайлы әңгіме болып жатыр. Кешке жақын соңғы заказымды алып келе жатқам. Қай жерден алдым? Қаланың ішінен вообще мынау Рысқұлова Петрова жаққа алып келе жатып, бір екі тәте отырды. Енді орысша сөйлейді екен, бірақ оралдікі ғой деймін, оралсық деді тұр, орал ғой енді. Сол жерде екен, сонымен екеуі әңгіме айтып келеді, мен енді кіріспеймін ғой енді мен. Енді мен пробкамен келе жаттым. Айттым, соңында военный жайлы әңгіме айтты. Сөйтсек, бұл тәтеміздің, мен де сол кезде кірісіп кеттім әңгімеге. Бір інісі майор болып істеген екен, майор. Подполковникті алайын деп тұрған еді дейді. Қаңтар оқиғасынан кейін өзі шығып кетті дейді. Білмеймін енді. Мен шығып кетті дегеніне өзім риза болдым. Мүмкін қаңтардағы террористерді ат дегеннен кейін бұл өзінің қалай десем екен, адамдық несі шыдамаған шығар, мүмкін қазақтарды атпай-ақ қояйық деп. Мүмкін содан шығып кетті. Мүмкін басқа жағдайма шығып кетті. Қалай шықты да шығыпты, қазір басқа жұмыс істеп жүр екен. Сол тәте айтады, енді Алматыда істеді, үлкен должностьта отырды ол дейді. Сол қаңтардан кейін дейді, 17 мың дейді. Бұл енді біздің жаңалықтарды айтпайтын шығар. 17 мың қалай десем екен, офицерский состав жұмыстан шықты. 1-2-3-4 қамалып кетті, ол жайлы әңгіме болды. Жазықсыз отыр деп. Кеше бір видео көрдім, сол видеоны қазір көрсетейін бе, көрсетпейін бе? Қазір көрсетейінші мен сіздерге. Ақорданы білесіздер, алдында бір 2 рет бұрынғы қоршаумен 1 рет, одан сыртқы қоршаумен тағы 1 рет қоршаған. Сонымен кеше бір жазып қойыпты. Шлагбаум емес, нелерді қойып отыр деп, не даты? Мен тұр екен әлі. Астана үкімет үйінің жанында бетон блоктар орнатылып жатыр дейді. Астаналықтар бар ма, білмеймін, бұлар не үшін орнатылған. Не болса да халқым енді уағыз дегеннен өздерің түсінген шығарсыздар. Ел жер жайлы уағыз айту керек болып тұр қазір. Уағызды айтып, халықтың барлығын біліп тұр ғой барлығы. 23-нде не айтылады екен, 24-нде не айтылады екен деп соған құлақтарын түріп тұр енді. Білмеймін, осы президент осы қашан соғыс басталғаннан кейін Россияға барып бір сөйлеген сөзі бар екен. Ол жерде біз Луганский мен ДНР мен ЛНРді не даты? Россияның құрамына кірді деп есептемейміз деген. Одан кейін біздің халқы ойбай, мәне Путиннің көзін жайып тастады деп. Сол сөзге Лавров 1-2 күн алдын реакция білдіріпті. Үйтіп айтуға болмайды деп. Алматыға кетіп кеткен Лавров. Білмеймін, не жұмыспен келді, онымен келген де естімеппін. Бірақ жолдар жауып отқан, біреу келсе жолды жабады ғой. Сол реакция білдіріпті. Бұл тектен-тек реакция ма, реакция емес па, білмедім енді. Елін ойлағандар қаңтардан кейін жұмыстан шықты дейді ғой, енді білмеймін. Сондықтан бүгін қаншасы бүгін? 14 ма? Бүгін 18 екен. 5 күн ғой. 5 күнде ары бері болады не болса. Енді еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, жұма қабыл болсын. Жан-жақтарыңызға уағыздаңыздар не болса да. Жақсы уағыздан. Ел жайлы, жер жайлы, егемендік жайлы. Жақсы.